Жыныстық қатынасқа күнде түсудің 5 пайдасы. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп алыңыздар. Видеоларды өткізіп алмас үшін төмендегі колокольчикке бас қойсаңыздар болады. Соңғы кезде жас жігіттер көп хабарласып жатыр. Мен жыныстық қатынасқа аптасына 2 рет немесе 3 реттен артық түсе алмай жатырмын. Егер 2 рет түссем, бәрі жақсы. 3-ші рет, 4-ші рет, 5-ші рет түсейін десем, бір аптада мүшем әлсіреп, желание болмай қалып жатыр деген сұрақтармен келіп жатыр. Осы бойынша мен түсіндіре кетейін, неге олай болып жатқанын. Себебі еркектерде, жас жігіттерде 35-40 жасқа дейін ешқандай жыныстық қатынаспен проблема болмау керек. Қай кезде түсем дейді, сол кезде ол жыныстық қатынасқа түсе алу керек. Себебі ол кезде біздің тестостерон гормоны жақсы жұмыс жасау керек та, еркектің жыныстық қатынасқа деген желаниясы жақсы болу керек, жыныстық қатынасқа түсе алу керек. Егер бізде тестостерон гормоны төмендеп кететін болса, еркекте біріншіден жыныстық қатынасқа деген желаниясы төмендейді. Екіншіден жыныстық қатынасқа түсе алмайды. Себебі жыныстық қатынасқа түскен кезде тестостерон гормоны төмендейді да пролактин гормоны көтеріледі. И ол пролактин гормоны әркімде әрқалай. Біреуде пролактин гормоны төмендеп, тестостерон қайтадан 1 сағатта көтерілуі мүмкін, біреуде ол 1 күнге, 2 күнге дейін жетуі мүмкін. Кейбір жас жігіттер айтып жатады, мен жыныстық қатынасқа түскеннен кейін 1-2 күн бойы әлсіреп, шамам болмай қаламын дейді. Осындайда шағымдармен келіп жатқандар бар. Бұл тестостерон гормонының төмен болуы салдарынан. Енді тестостерон гормоны не үшін төмен болғанын бұл жерде анықтаймыз. Сол себебін анықтап, себебін устранить еткен кезде бізде тестостерон гормоны көтеріледі да, жыныстық қатынасқа деген желаниямыз да артады, жыныстық қатынасқа түсуге возможностьіміз де артады. Сол үшін бірінші орында осы тестостерон гормонын тексеру керек, жыныстық қатынасқа тұрақты түсе алу үшін. Егер 40 жастан бастап жыныстық қатынасқа аптасына кемінде 3 рет түсіп жүрген болса, ол нормаға жатады. Бірақ егер айына 1 рет, 2 аптада 1 рет түсіп жатқан болса, онда ол жерде де тексеру керек. Значит, тестостерон гормоны бұл жерде де төмендеп кеткен болуы мүмкін. Себебін анықтаймыз бұл кезде де. Сол себебін устранить еткен кезде желание көбейіп, жыныстық қатынасқа деген возможность көбейеді бұл жерде. Кейбір жігіттер мен тез бітіріп қоям, сразу мүшем жатып қалады деген шағымдармен келіп жатады. Бұл қай кезде болады? Жыныстық жолдарында қандай да бір инфекция болған болса, ол раздраженный болады. Жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезде семенной пузырек деген болады, ұрық жинайтын мешок болады. Сол жерде көбінесе простатаның ішінде қабыну болған кезде, жыныстық қатынасқа түсіп бастаған кезде ол сразу ұрықты шығарып жіберуге тырысады. Ұрық сразу шығып кеткеннен кейін пролактин гормоны бөлінеді да, бұл жерде де мүшенің жатып қалуына алып келеді. Бұл кезде біз не істейміз? Тексереміз, себебін анықтаймыз, неге тез бітіріп қойып жатыр. Сол себебіне байланысты ем жүргіземіз. Жыныстық қатынастың уақытысы созылады да, мүше қатты болып, жыныстық қатынасты толық атқара алатын болады. Соңғы кезде көп жігіттер мен жыныстық қатынасқа ұзақ бітіре алмаймын да, мүшем жатып қалып жатыр деген шағымдармен келіп жатыр. Неге ұзақ бітіре алмайды? Себебі олар қазіргі кезде көп мастурбация жасайды. Мынау қол мастурбация жасағанға мүшеге өте грубый. Себебі қол мастурбация жасағанға арналмаған. Жыныстық қатынасқа түсу үшін арнайы органдар бар. Ол әйелдің қынабы, еркектің мүшесі. Мынау қолымыз бізге мүшеге грубый болғандықтан мүшенің нерв талшықтарын зақымдайды да, сезімталдығын төмендетеді. Сезімталдығы төмендеп кеткен кезде, жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезде, мүше ішінде ма, сыртында ма, даже сезбеймін дейді, қатынасқа түсіп жатқан кезде. И көбісі ойлайды, мен мүшем кішкентай, или әйелімнің жыныс мүшесі кеңейіп кеткен деген шағымдар айтып жатады. На самом деле ол ондай емес. Ол просто жыныстық мүшесінің сезімталдығы төмендеп қалған. Бұл кезде біз не істейміз? Сезімталдығын восстанавливать ететін ем қолданамыз. Соны восстанавливать еткен кезде ол жыныстық қатынасқа түскен кезде әйелдің мүшесін сезіп бастайды да, ешқандай мүшем кішкентай деген, әйелдің мүшесі кеңейіп кетті деген шағымдарды айтпайтын болады. Сол үшін бұл жерде мастурбацияны қою керек. Сезімталдығы төмендегенін сезген болатын болса, онда емге келу керек. Бұл да Алланың қалауымен емделеді. Тағы кейбір жігіттер келеді, мен жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезде позаны ауыстырсам, мүшем сразу жатып қалады деп. Үлкен бір патологияның белгісі, бұл вена-окклюзионный механизм деген бар. Мүшенің жыныстық қатынасқа түскен кезде мүшеге артериямен қан келу керек та, венамен қан кету керек. Сол вена жабық тұру керек та, тек қана қан мүшеге келіп тұру керек. Енді жыныстық қатынасқа түсіп болған кезде артериямен қанның келуі тоқтау керек та, венамен қан кетуі ашылу керек. Ал осы механизм бұзылған кезде, жыныстық қатынасқа түсіп жатқан кезде, позаны ауыстырып, жігіт тұрып қалған кезде, жаңағы венамен қан кетіп қалады да, мүше жатып қалады. Бұл жерде де ол үлкен проблема. Оның да себебін анықтаймыз. Көбінесе ол мүшедегі болған
травмадан болады, мастурбациядан кейінгі жасалған травмадан болады, мүшенің ішіндегі бляшкалардан болады. Бұны да себебін анықтап, бұны да емдеу керек. Сол кезде жыныстық қатынасқа качественно түсуге болады. Осындай видеолар жүйелі түрде шығып тұрсын десеңіздер, маған тіркеліп алыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Егер сіздерде немесе отбасыларыңызда қандай да бір проблема болып жатқан болса, онда төмендегі нөмерге хабарласып, записке жазылсаңыздар болады.